Кейінгі кезде Украинадағы соғысқа қатысты тексерілмеген ақпараттың тарауы жиілеп кетті. Солардың бірінде украиналық әжейдің үйіне келген орыс сарбаздарына бәліш беріп улағаны туралы айтылады. Мұндай ақпаратты сайттарда жазды. Интернеттегі ақпарат көзінің көбі Украинаның ішкі істер министрінің кеңесшісі Антон Геращенконың YouTube'тегі видеосына сілтеген. Видеода ықтимал ресейлік сарбаз әйелмен телефон арқылы сөйлеседі. Аудиодан үзінді тыңдайық. Вон одна бабушка накормила пирожками, 8 человек домой улетели, в цинковых гробах. В смысле, в чем она их накормила? Ядом. Жалпы бұл ақпарат дәлелденбеген. Украиналық ресми дерек көздерде бұл туралы ақпарат табылмады. Қай облыс, не қала, ауыл екенін білмеген соң нақты бір нәрсе айту қиын. Соғыс қимылдары әлі жүріп жатқандықтан кейбір ақпаратқа дәлел табу мүмкін болмайды. Соғыс уақытында қару-жарақпен қоса ақпараттық соғыстың бірге жүретінін ұмытпайық. Кез келген ақпарат, аудио мен видео және сурет туралы тексерілген дерек көзге жүгінбестен мәлімдеме жасау дұрыс емес. Ақпараттық гигиенаны бірге сақтайық. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.